Жалпы газет, журнал күнделікті ақпаратқа, сол уақытында болып жатқан дүниелерден хабардар болу үшін ғой негізінен. Жалпы тұрақты оқитын кітап. Егер мен газеттен, журналдан бір жақсы материал көрсем, сол материалды іздеп, ол кітап болып шықты ма, қай автордікі деген сияқты. Сондықтан газет пен журналға қарағанда көбірек кітап оқимын. Бұл жерде бәлендей әкетіп бара жатқан қатып қалған қағидам жоқ. Егер кітапқа кіріп кетсең, соны жаңағы өзіңіз оқып отырған кітап алдыға сізді жетелеп отыратын болса, мен ол кезде кітапты қай жерде отырып оқуым, қандай жағдайда оқуым, қай уақытта оқуым ол маңызды емес. Сол кітаптың егер шынайы өзіңнің жан дүниеңе әсері соншалықты болғаны, оны мен қай жерде қалай аяқтағанымды кейде білмей қалам. Басынан кіріп, аяғынан қалай шыққанымды білмей қалам. Әкетіп бара жатқан қағидам жоқ. Негізінен басты дүнием сол жаңағы өзім ұнатқан, менің жаныма шуақ сыйлаған дүниеден ләззаттансам, сол көпке дейін жаңағы адамның ойынан шықпай жүреді, жаныңды жадыратып жүреді. Сол уақытта қаншама уақыт сол кітап оқып болғаннан кейін біразға дейін сонымен өзіңмен өзің арпалысып жүресің. Мынау автор шешімді былай қабылдағанда қалай болар еді, былай қабылдағанда қалай болар еді. Өзіммен өзім сол кітаптың жаңағы оқиғаларымен кәдімгідей әңгімелесіп жүретін сияқты боламын. Жалпы алып қалам дүние, кітаптан жаңағы алам деген нәрсем, маған не береді деген нәрсені көбірек ойға түйемін. Мен бұдан не ұттым, қанша уақытымды жоғалтқанда, бұл кітаптан не алдым деген нәрсені басты қағидат қылып ұстаймын. Бұл енді көркем әдебиетті жаңағы біз алғаш мектеп кезінде оқыған дүнием бір басқада. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қабырғасында жүрген уақытымызда, көркем әдебиетке кәдімгідей дендеп кірген уақытымызда, ұйықтамай көз майын тауысып оқып, таласып тармасып оқыған уақытымызда, әрине ол кезде мен күнделік қозғалтатынмын. Бүгін осындай кітап оқыдым, мынандай жақсы әсер алдым, мынандай қанатты сөз бар еді деп. Кейінгі кезде ол менің әрине жалпы барлық уақытындағы үрдісіме айналған жоқ. Бұл уақытта мен енді айтысқа қатысып жүрген уақыттарымызда әрине қанатты сөздер, бір керемет дүниелер болып жатса, тың тіркестері болып жатса, мен міндетті түрде жазып алып отырмын. Ол қағаздарым әлі күнге бір үлкен дәптерім бар. Енді мысалға қазір ойға түспей отыр. Бұл жерде екеуі де бар. Кейде өзіңнің жаңағы қарастырып жатқан тақырыбыңа байланысты әдебиеттер тізімін жасайсың. Осындайды іздесем, осындайды көрсем деп, сол тақырып айналасында. Мысалға, Шығыс Түркістан қазақтарының жаңағы Оспан Батырдың айналасындағы дүниені мен көбірек іздедім. Сол уақытта маған автор маңызды болған жоқ. Кім жазған маңызды болған жоқ. Мен кәдімгі соған қатысты кім жазды, сол барлық материалдарды іздедім. Кейде автордың бір жылт еткен жақсы дүниесін тапсаң, әрі қарай соны індетіп оқығың келеді, авторда не бар, бұдан басқа не бар, қандай нәрсе бар. Сондықтан екеуі жаңағы сол уақыт талабына сай қажеттілікке байланысты деп ойлаймын мен. Жалпы мен әлі күнге өзім бір тұшынбай, мүмкін мен әлі күнге пайдасын көре алмай жүрген шығармын. Осы ғаламтор беттеріндегі дүниеге қатты бір ден қойып кіріп кеткен жоқпын. Өйткені мен не оқысам да кітаптан, не оқысам да қағаздан оқығанды өзім қатты ұнатам. Өйткені мен өзім баспада да істедім. Кітаптың шығару барысы, кітаптың дайындалу барысы, жаңа ғана баспаханадан шыққан кітаптың иісінің өзі керемет. Баяғы жаңағы біз ертедегі газеттердің тігінділерін кітапханалардан іздеп қараған уақытында оның бір ләззаты, рахаты бөлек. Сондықтан мен әлі күнге осы ғаламтор беттеріндегі
интернет желісіндегі дүниелерден қатты бір өзіме қажеттілік дүние. Әрине ақпарат ретінде тез табасың, керек. Бірақ ары қарай мен толық ізденіп оқитын болсам, сол материалды, сол дүниені, онда міндетті түрде мен оның қағазға басылған, тасқа басылған нұсқасын қараймын. Бұл енді үлкен сұрақ. Үлкен сұрақ дейтінім, біз жалпы әдебиет деген ұлттың қалайда руханияты болсын, ұлттың мәдениеті болсын, ұлттың тарихы болсын, барлығына көркем әдебиеттің қатысы бар дейміз. Көркем әдеби шындық дегеніміз ол тарихи шындықтың көркемделу нұсқасы. Сондықтан көркем әдебиеттегі өзің ұнатқан кейіпкер, енді біз бәріміз қалайда біз ертегілермен, батырлар жырларымен өскен ұрпақпыз. Қазіргі ұрпақтың білмеймін, қай ертегімен, қай батырлар жырына еліктейтінін. Мен өз басым, жаңағы өзімнің ағаларым, осы Қобыланды батыр, Қамбар, Ертарғын, Қыз Жібек Төлеген, Қалқаман Мамыр, соларды мен ес білгелі, солар жатқа қиссағып, жаңағы өйткені мен сондай ауылда өстім, сондай соны кешкісін жаңағы үлкендер жиналғанда астан кейін сондай дастан, қисса дастан тыңдап өскен баламын. Сондықтан менің еліктейтін кейіпкерлерім сол ертегімен батырлар жырынан басталған. Ал енді қазіргі өзің оқыған дүниенің ішінде әрине сен жақсы кейіпкерге өзің ақыл санаң тоқтатып, өзің қолыңа қалам алып жүргеннен кейін барлық шығарманың кейіпкерлеріне еліктеп кеттім деген нәрсе ол келіңкіремейді. Өйткені бұл жерде шынайылық болу керек. Әдебиеттегі көркем образдар, әдебиеттегі жаңағы тарихи кейіпкер болсын ол жерде, болмаса ойдан құрастырылған, ойдан алынған кейіпкер болсын, бірақ оның ең бірінші бірден бір беретін дүниесі оның тәрбиелік, тәлімдік маңызы. Сондықтан кез келген шығарманың кейіпкері ол ұлтты, оқырманды тәрбиелеуге жетелеп жатса, мен сол кейіпкерлердің ісінен де, сол кейіпкерлердің аузымен айтылатын қағидатпен де барлығымен келісем, қосыламын. Бұл жақсы кеңінен толғанып айтуға болатын нәрсе. Өйткені қазір жаңағы айтып жатырмыз, ғаламтор желілері, интернет, жаһандану заманы дейміз, кітап қалып бара жатыр дейміз, газет журналды жұрт іздеп оқымауы мүмкін деген әлі күнге бір дүдәмәлді сұрақтарымыз бар ғой. Біз жауап бере алмай жүрген. Кітапты дақтап алғымыз келеді, бірақ интернеттің қажеттілігін уақыт сезіндірді. Дегенмен де егер мен ақын болсам, егер мен жазушы болсам, мен осы жаһанданып бара жатқан уақытта тілмен күрескер кейіпкер жасар едім. Қазақ тілінің бүгінде жоғын жоқтайтын, ертеңге бір үлкен рух алып баратын, сол тіл арқылы ұлттың бойына қан жүргізетін дүние жазатын едім. Жалпы біздің кешегі көшпенді тірлігіміз, тұрмысымыз, біз қазіргі ұрпаққа, қазіргі оқырманға абай жолын міндеттегенімізбен ол соған дендеп кіре алмайды. Өйткені ол сол уақытта тұрмыстан, қазақ тіршіліктен барлығынан алыстады, бойын аулақ салды, іргесін үзді, тамырын кесіп бара жатыр. Сол уақытта мен егер шынымен жазушы болып, жаңағы құдіреттің иесімен бір қалам тербеп жататын болсам, қайтадан мен сол Мұхтар Әуезов жазған дүниені, ол Мұхтар Әуезов бекерден бекер қазақ ауылын, қазақ тұрмысын суреттеген жоқ, ол Абайдың жан дүниесін ашу үшін ғой алып келгендігі, Абайдың барлық болмысын, Абайдың өлеңіндегі дүниенің барлығының жаңағы себебі, салдары қайда жатыр деген дүниені алып келу үшін. Сондықтан мен қалайда осы кешегі жыраулардың тіліндегі, болмаса 19 ғасырдың әнші ақындардың шығармашылығындағы тіл, оның барлығы әлі көнеріп кеткен, қазір көнеріп кеткен сөз емес бұл. Бұл көнермейді, бұл архаизмге айналмайды. Өйткені қазақ әдебиетінің бастауларындағы, соның антологиясындағы бар сөз бүгінгі қазақтың да тілдік қорында болуға тиісті. Бүгінгі қазақтың да қолданысында болуға қақылы. Мен сондығымен, жаңағы егер мен өзім кейіпкер жасайтын болсам, сондай бір тіл үшін, ұлт үшін, қазақылық үшін,
қазақы тәлім тәрбие үшін, қазақы тұрмыс тіршілік үшін күрескер кейіпкер жасар едім. Бұл енді біздің қазақ әдебиетінің тарихын сонау кеңес заманында қазақ әдебиетінің тарихын, жырауларымыздың тарихын бұқар жыраудан ары қарай апара алмай тұрған кезде кеңестік цензураның, жаңағы қыспақтың, аса жаңағы бақылаушылардың аса қырағылығының арқасында жаңағы 54-56 жылдары халық әндерінің, халық жырларының барлығы сотталып, оның сөздері жаңағы феодалдықты насихаттайды, байды насихаттайды деген дүниенің барлығы оқытылуға тыйым салынып жатқан кезде жалғыз кедей табынан шыққан қара қасқа қамбар қалды. Сондықтан бұл жерде біздің әдебиеттің тарихын, жырауларымыздың асыл жауһар жырларын қайтадан індетіп арғы ғасырға апарған, ежелгі дәуірге жеткізген біздің осы қазақ әдебиетін зерттеуші ғалымдарымыздың еңбегі, сол еңбектің ішінде жаңағы жырауларға жеткізген Мұхтар Мағауиннің қобыз сарын. Сондықтан мен бірінші оқыштың авторын әдебиет тарихын қаншама ғасырға шегіндіріп берген, өзінің жеріне жеткізіп берген Мұхтар Мағауиннің бүгінгі тарихи шығармаларын іздеп оқимын, сүйіп оқимын. Енді екінші бір дүние біздің осы Мұхтар Мағауиннің енді міндетті түрде біз абай жолын оқыдық, абай жолын талдадық, мектепте де, университетте де, қазір де студенттерге айтатынымыз осы әңгімелер. Өйткені әдебиетті оқыту дегенде біз әдебиетті оқыту методикасын әлі бірізділікке салған жоқпыз. Өйткені кешегі кеңестік уақытта оққан дүниені бүгінгі әдебиеттен алыстата алмайсың, алып тастай алмайсың. Кешегі Сәкенді Қызыл Сұңқар деп оқытқан Сәкенді бүгін тәуелсіздік алған тұста Сәкенді басқаша мен пайымдаймын деген нәрсең өтірік. Сәкен сол уақытында ұлтына қызмет еткен. Бұл туралы енді Тұрсынбек Әкішевтің үлкен зерттеуі, талас тартысы бәрі бар. Бірақ Сәкен қазақ үшін ұлы тұлға болды. Қазақ үшін қызмет атқарды. Қазақтың әдебиет үшін, руханият үшін күресті. Сондықтан біздің қазіргі әдебиеттегі сол жаңағы жыраулық поэзиядан бері қарай келе жатқан жаңағы ежелгі дәуірге жеткізді деп айттым ғой. Алма Қыраубаева апамыз бізде казгуде оқытып еді. Сонда ежелгі дәуірдегі анау Тотынамадан бастап біздің әдебиетіміздің алтын жауһары болған кезде мен өзім әдебиетші болғаннан кейін әңгімені көбінде сол жақтан тартатынмын. Мұхтар Мағауинді оқимын, тарихи шығарма жазған. Біздің 90 жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін бізде тарихи романдар өте көп болды. Әркім әр батырды жазды. Осы ретте міндетті түрде сіз көшпенділерді оқымай қоймайсыз. Көшпенділердегі дерек үшін оқисыз. Көшпенділердегі сол арғы тарихың үшін оқисыз. Сіз Әбіш Кекілбаевты оқымай кете алмайсыз. Егер сізге шынымен интеллектуалдық әдебиет керек болатын болса, онда сіз Төлен Әбдіковтің Парасат майданынан оң қолынан асып кете алмайсыз. Ал өте қатты өзіне еміндірген, өте қатты өзіне сондырған бұл Оралхан Бөкеев. Оралханмен бірге Алтайдың таутасына, сай саласына, мөлдір бұлағына, Балғарағайына кетіп қалатынбыз. Жаңағы казгуде Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте осы Оралханның шығармасымен біз өте көп айналыстық. Енді мен жазушылар жағын айтып отырмын. Бір нәрсені біз түйсінуіміз керек, қазірде жас жазушы деп қоямыз. Бірақ сол тәуелсіздік алған жылдары 30-ға енді келген жас жігіттер қазіргі қазақтың үлкен қабырғалы қаламгерлері. Бұл кешегі дүниеден озып кеткен Талаптан Ахметжан. Ол кеше ғана кітабының тұсауын кесті, Сират деген. Бүгінгі прозада кешегінің әрине тілін барлығын сақтаған, бірақ өзінше бір қалып тапқан бір жазушы бар, бұл Асқар Алтай. Асқар Алтайдың шығармалары қазіргі уақыттың талабын өте қатты орындайды деп өзім ойлаймын. Мен сол Асқар Алтайды, сосын мынау Дидахмет Әшімхановтың, енді білмеймін, менің жаныма Алтай тақырыбы өте жақын. Қалихан Ысқақовтың Алтайдың анау Жотаның, Жонның жолдарындай бір күрделі тілі бар ғой. Мысалға мен Кәдірбек Сегізбаевтың
Аюдың өті деген бір повесі бар. Өте жақсы. Мен сүйсініп оқыдым. Өйткені менің жаным нені қалап тұр? Менің жанымдағы бұл олқылық емес. Мен одан әрі Алтайды білсем деген адамзаттың алтын бесігі Алтай дейміз ғой. Қазір Алтай талан-таражға түсті. Уақыттың да, саясаттың да әбден соққысын жеген. Сондықтан біз Алтай тағдырымыз. Менің осы Алтай тақырыбындағы дүниенің барлығын шамам келгенше іздеп, соны сүйіп, сүйсініп оқимын. Ал енді ақындарымыз көп. Ақындарының ішінде енді шәкәрім қайдан шықты деген сұрақты аламыз да Абайға тірелеміз. Абай қайдан шықты дегенді аламыз да Дулатқа тірелеміз. Ал қазіргі осы біздің бүкіл ел жырын жатқа оқитын Ақиық Мұқағали. Кешегі анау көктем жырлайтын, көктемді жеті атасына жеткізіп тұрып жырлайтын Сағи Жиенбай. Біздің сүйікті ақындарымыз оқыған. Кешегі анау өзі де, өлеңі де, мінезі де қыңырлау, қисықтау Өтежан Нұрғалиев. Болмаса сағыныштың салшекпен жамылған Төлеген Айберген. Енді бұл жерде бір Маңғыстаудың сарыны, мені Маңғыстау даласы үстірттің әңгімелері өте қатты қызықтырған. Осы ретте мен Есенғалиді өте қатты жақсы оқимын. Сүйіп оқимын. Жұмекенге тісің батпай жүрген уақыттарда, қайта айналып соғып отырған уақыттарыңда да Есенғалиді бір оқып барып қайтадан кіресің. Мен Тыныштықбектің ақшам хаттарын жатқа оқимын. Өйткені ол менің далам, менің тілім жырлады. Менің кешегі Сақманда төлге барған уақытым жырлады. Мен анау Алтайдың арғы бетінде жатқан сұрағанды. Рахмет. Болмаса біздің киіз үйдің ішіне қазақты қайтадан ендіріп берген өлеңдерімен табалдырығына басымызды тигізген, шаңырағына сәлем бергізген Ұлықбектің киіз кітабы. Болмаса кешегі батырлардың, жыраулардың сарынымен, бір эпикалық дүниемен, Жұбанның, болмаса Ілияс Жансүгіровтің екпінімен, Тауқопырардай, Таспұзардай, Несіпбектің ұзақ-ұзақ толғаулары, ұзақ-ұзақ дастандары, сондағы кең тыныс. Осыны оқимын. Болмаса бір рухың іздесең Серік Ақсұңқарұлына барасың. Оқисың, бір ұлы-ұлы аласың ішіңнен. Осындай дүниелер қазір қазақ әдебиетінде, біздің қазақ әдебиетіне қазақ ұлтының әдебиеті дегенге жауап беретін осы мен айтып отырған ақындар, мен айтып отырған жазушылар. Мен кеше былтырғы мемлекеттік сыйлық алған Тар кезең деген романның авторы Қажығали Мұхамедқалиевтің. Бір романды 30 жыл жазу деген ол үлкен жауапкершілік. Бұнда анау әрбір жаңағы деталіне дейін іздеген, деталіне дейін зерттеген керемет дүние. Өзім мырза болдым. Қағарлы Алтай деген үлкен 3 томдық кітап бар. Бұл Қытайдан келді, дүние салды, өмір-бақи осы Қазақстан тәуелсіздік аласап келді. Ол баяғы мәдениет төңкерісі кезінде басына қағаз қалпақ кигізген, тарының табасына қуырған Жақсылық Сәмитұлы еді. Осы тақырыптағы дүниелер Жақсылықтың жаңағы Шығыс Түркістандағы Алтай, Іле Алтай, Тарбағатай, үш аймақ қазақтарының еркіндік үшін күресін Жақсылықтай суреттеген, Жақсылықтай жазған адам жоқ. Мен осы дүниелерді кәдімгі алғаш кездесіп, алғаш осы бет-бет келгенімде осы шығармалармен бір рахаттанғам. Мен өзімнен өзім алақайлағам. Бұл сол уақытты қазіргі әлі де саясатқа қатысы бар дүние. Соны қаймықпай, оны бір адам жазу керек болды, жазылу керек ол тарих үшін. Соны керемет суреттеп берген Жақсылық ағамыз. Енді көшпенділерді көрдік, Жапа-тармағай көрдік, тақырып өте үлкен. Бірақ енді көшпенділердің өзім жаным тұшынбады. Болмаса оның сценарийін
жаңағы қай автордың шығармасынан алынған емес, бұл жерде барлығын жинақтады ғой. Әбіш Кекілбаев ағамыздың «Кек» деген шығармасына қойылды фильм. Енді ол фильм шынайылау шыққан менімше. Бұл киноға айналатын шығарма өзі бөлек. Киноға айналатын шығарма, ол өзі төрт құбылас түгел келген шығарма деп ойлаймын. Бізде кейде тақырыптық сұранысқа қараймыз. Болмаса жаңағы биылғы қазақ хандығының 550 жылдығы деген науқан бар ғой. Сол науқанның айналасында қазақ хандығы туралы қазір енді фильмді әлі көрген жоқпыз ғой. Осы жерде жалпы фильмге айланатын дүние уақыттық нәрсе болмау керек деп ойлаймын. Ол көркем фильмге айланатын нәрсе жылдар бойы өте ұзақ жасалу керек. Сол мерейтойы келіп қалғанда, науқан келіп қалғанда ғана соған біз ұйқымыздан енді тұрғандай ғана сілкініп оянып, ертең осындай дүние екен ғой деп бас қоямыз. Сосын жанталасамыз. Өте асығыс шығады ондай шаруаларымыз. Енді қазақ фильмнің істеп жатқан дүниелері, шығарып халыққа ұсынып жатқан нәрселері қазіргі біздің осы экрандарымызда жүр ғой. Мен түсінген дүние жоқ. Мен күткем Құнанбай фильмін көре алған жоқпын әзір. Бірақ енді Құнанбай фильмі дұрыс шығу керек деп ойлаймын. Өйткені Абайға дұрыс әлі бір көркем фильм бере алмай отырған уақытта Абайға келудің бұл баспалдағы деп ойлаймын. Әйтпесе Шәкен Айман Абайды түсірем деп армандаған екен. Ол арманына жетпей кетті. Бірақ қазақта талантты режиссерлар туып, осы Шәкеннің қазақ киносының атасы ғой енді. Шәкеннің кешегі түсірген, қазіргі қазақтың экранынан әлі түспеген, жанынан әлі жылу өше қоймаған жақсы жарқын нәрселерін алдағы талантты ұрпақ, талантты режиссерлар, талантты драматургтер, талантты киносценаристер жасайды деп ойлаймын. Театр тағы да студент кезімізден бастаймыз. Жаңағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте түстен кейін оқимыз. Бірінші курстан ертең оқыдық қой. Түстен кейін бірінші курстан бастап сол Әуезов театрынан, Мұхтар Әуезов атындағы кімнің, Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театры, жастар театры, сонда барлығының қойылымдарына мен 4 жыл бойы бардым. Бүкіл өзіміздің бірге оқитын қыздар, жігіттерді алып баратынбыз. Мен театрдан тұшынған дүнием сонда қазір студенттерім айтып отырам, театрға барайықшы деп. Театрға барғанда студенттерін сұрайтын дүние қандай қойылым, қызық па деген нәрсе. Бізді осы қызық па құртады. Жаңағы әкем театрда Тұран Тұтқаншайым қойылатын, комедия. Жұмасында 1 рет қойылады, болмаса 2 жұмада 1 рет қойылады. Сонда соны 4 жыл бойы көрдік. Тұран Тұтқаншайымда аншлаг болады. Біздің енді бұл театрдың көрермендерінің не сұрайтынын енді театр басшылығы білу керек. Сол жаңағы Тұран Тұтқаншайым дүнием, болмаса жаңағы Бес бойдаққа 1 той, Тұранбай Нұрмағанбетов. Осының барлығына көрермен деген өте көп. Ал әкем театрда Асқар Сүлейменовтің 7-ші палата, қыздай жесір штат қысқарту деген қойылымдары болады. Оған келетін анау жаңағы театрдағы спектакльді қойған әртістерден аз болады. Шынымды айтайын сізге. Келет театрға енді бір жолайы соғып кеткен біреулер болатын шығар, сондай қойылымдарға кеп, сосын енді бір ыңғайсыздау сөздер айтып тұрып бара жататындарын көресің. Қынжыласың. Бұл біздің оқырманның, көрерменнің өресі солмайды. Бұл студент кезімдегімді айтып отырмын. Ал қазір енді мен 99 жылы осы Астанаға келдім.
Қалибек Қуанышбаев атындағы театрдың актерларымен бірге тұрдық жатақханада. Осы Астанаға алғаш келген өнер ұжымдары, өнерпаздар, барлығымыз жастарымыз оқу бітіре сап келген Ақбұлақтың артында бір жатақханада. Осы қазіргі біздің осы Калеки театрының менмін деген әртістерімен көрші тұрдық. Осы Астанадағы біздің ойын сауығымыз, күнделікті жетістігіміз, қуанышымыз барлығында біргеміз. Сондықтан Астанада келген жылдар, мен 2005-ке дейін Еуразияда сабақ бердім ғой, әдебиеттен. Сонда студенттердің бәрін алып келетін. Мен осы Калеки театрында бір қойылымды аңсаймын, қайта бір көргім келеді. Бұл жаңағы біздің Көксерек бойынша Болат Ұзақовтың қойған Қандазу деген спектакль еді. Бұнда жаңағы соңында Зерік Ақсұңқарұлының Қасқырдың монологы оқылады. Осы бір спектакль менің жаныма жақын болды. Одан кейін енді Әзірбайжан Мәмбетов қойған Қозы Көрпеш Баян Сұлу неше рет қойды марқұм. Гигант қой. Бір қойылымға ұқсамайды дейді. Мен алғашқы қойылымдарын көрмедім. Сол кісінің жаңағы Қозы Көрпеш Баян Сұлуды қайта қойғанын көрдім. Қазір биылғы театрдың, Астанадағы театрдың 25-ші маусым ашылды биыл. Бұл дегеніңіз жаңағы Астанадағы қазіргі академиялық театр деген атты алды. Қазір керемет тамаша ізденіс үстінде, керемет актерлар бар. Бірақ ғимараттар егер дұрыс болатын болса, біздің театрдың биылғы енді мерейтойын бұл кісілер Абай трагедиясымен ашты. Бардым, көрдім, сүйсіндім. Өйткені 1918 жылғы біздің қазақ театрының ашылуы деп Еңлік Кебекті Мұхтар Әуезовтің дала сахнасында қойғаны болатын болса, біздің кез келген театрымыз болсын, бұл опералық театр болсын, жаңағы барлығы әр дүниесін жылына болмағанда бір емес. Бір рет дегеніміз аз болар, осы 3 рет Абайға арнап тұру керек шығар. Өйткені Абай ұлттың темірқазығы ғой. Мен осы биылғы маусымда 25-ші маусымын, үлкен мерейтойлы маусымын Абаймен ашқанына қуандым. Өзімнің достарым, талантты әртістер, қазіргі керемет Қазақстанға танылған үлкен әртістер ойнады. Сондықтан театрдан көз жазып қалған адам емеспін. Бірақ театрға қатысты қазіргі уақытта көп әңгіме айтылады, сындар айтылады. Енді театрдың маман емеспіз ғой. Бірақ мен өзім қарапайым көрермен ретінде театрдан қол үзген адам емеспін. Барып тұрам, рахаттанып қайтам ондай уақытта. Мұхтар Әуезовтің сөзі бар ғой, Абай жолында Абай мен Құнанбайға қатысты айтылады. Бөрінің артынан бөлтірігі ақылдылығынан ермейді деген сөз салады. Енді Мұхтар Әуезовтің шеберлігі ғой. Мен әзір айта алмаймын сіздерге. Өйткені мен балаларым кішкентай. Мектепке де барған жоқ енді. Ал ертегі, домбыра, күй о жағынан енді құлақтарыңа сіңіп жатыр. Өйткені менің үйіме келетін қонақтарым ақындар, маған келетін қонақтар әншілер, маған келетін қонақтар күйшілер, маған келетін қонақтар ғалым, жазушылар. Сондықтан әңгімені өте жақсы тыңдайды. Сосын әжесі бар, бір қуанышты сүйіншілеп айтатын дүниеміз, әжелері. Ертегінді оқып беретін әжесі, жақсы әңгімені айтып беретін әжесі. Біз енді өзімнің уақытым болған кездерде енді олардың сұраған кітаптарын қазір енді мына біздің баспа мәдениет үлкен жолға қойылған Алматыда Аруна деген баспа бар. Балаларға арналған кітаптар сериясын шығарады. Безендірілген керемет осы соңғы технологиямен шығарып жатқан қазіргі мына өздерінің балапан арнасынан көріп отырған мультфильмдеріне солардың кейіпкерлеріне арналған кітаптардың өзі бәрі шықты ғой қазір. Бұл енді баспа мәдениеті
Қазақстанда келіп жатыр. Сол баспаның барлық өнімдері бізге кеп тұрады енді. Сондықтан жаңағы кітапқа өте құрметпен қарайды. Үйде бір кітаптың беті сызылған жоқ. Үйде бір қағаз жыртылмайды артық ауыз. Ол енді сол көздерін ашқалы көргені. Өйткені біздің тәрбиеміз, әке-шешеміздің көрген тәрбиеміз солай болды. Енді мен таза қазақша тілдері шықты. Осы қазақ әдебиетіне, қазақтың көркем дүниелерін қазақша оқи алатын балаларды тәрбиелеп келе жатырмын деп ойлаймын. Құдай амандығын берсін. Осы сұраққа жаңағы біздің елбасымыздың тікелей тапсырмасымен бабалар сөзі, мәдени мұра бағдарламасы бойынша бабалар сөзінің 100 томдығы шықты. Мен сол уақытта жаңағы Астанада Фолиант деген баспа бар. Қазір жақсы жетілген, үлкен сапалы кітаптар шығарып жатқан, сапалы дүниелер, қазаққа не керек деген дүниенің барлығын іздеп кеп шығарып жатыр деп ойлаймын өз басым. Баспаның қазаққа жасап жатқан дүниесі мол. Сонда осы бабалар сөзінің 60-шы томдарынан кейін бүкіл Қазақстанды аралап, орталық кітапханаларда облыстағы. Сол облыстың зиялы қауымын жинап, ақыны бар, жазушысы бар, ғалымы бар, барлығын сол кітапханаға жинап, негізгі шаруамыз бабалар сөзін насихаттау, 100 том болады деген дүниені. Екінші, ол жердегі сол біздің жүрген сапарымыздың негізгі мақсаты осы кітапты насихаттау. Тек қана бабалар сөзі емес. Қазір газет, журнал, ол кезде біздің сол Фолиантта Думан Рамазанұлы әлі шығарып отыр, жазушы, драматург. Әлем әдебиеті деген журналымыз бар. Бүкіл қазақ тілінде шығады. Тек осы баспаның қаржыландырылуымен. Бұл әлі мемлекеттен тендер алған жоқ, бұл журнал. Сондықтан осы әлем әдебиеті журналы бар. Өзіміздің кітаптық өнімдері бар баспаның. Сонда жаңағы облыстағы кітапхана басшылары бар, ақындар бар, жазушылар бар, соның бәрін осындай әңгімені қозғадық. Заман қатты өркендеп бара жатыр. Ертең кәдімгі қағаз кітап қолына алып біреу оқи ма, жоқ па? Барлығы интернет құшақтап жата ма? Кешіріңіз, батыс бізден бұрын осы өркениетке жеткен батысыңыз кітапқа қайта айналды. Мен осы биыл 3 ай Түркияда болдым. Анкара университетінде ғылыми тағылымдамадан өттім. Сол уақыттарда аялдамада, болмаса метрода кітап оқып келе жатқан жастар өте көп. Біз солардан артық меңгерген жоқпыз интернетті, техниканы. Ал қазіргі байбаламыз әрине дұрыс шығар, алдын алу деген. Бірақ кітап өлмейді, газет журнал өлмейді, түбі айланып соғады оған. Қазіргі біздің әсіре қызыл жаңашыл жастарымыз, жаңашыл буынымыз, жаңашыл қоғамымыз. Кітап деген мәңгілік нәрсе. Интернетті ойлап тапқан адам, тапқан елдердің өзі кітаптан қазір бас тартқан жоқ. Кітаптан бас тартты, газет журналдан бас тартты деген мемлекет жоқ. Яғни ол мәңгілік нәрсе. Кітап өлмейді. Менің жеке кітапханам Құдайға тәуба. Көп адамдармен салыстырған кезде менде 4000-нан асып қалды. Өзім жеке кітап қорым. Бір қызығы жаңағы әкем көп кітап жинаған кезінде. Шешеміз мектептің кітапханасын 30 жыл басқарды. Жаңағы Монғолияда Баян-өлгейдің Баян-нұр деген сұмынында. Сонда біздің үйде, сізге айтайын, 60 жылдардан бергі қазақ әдебиетінің, лениншіл жастың, мәдениет және тұрмыстың тігінділері бар. Бұл кітапханаға бөлек біздің үйде. Осыны біз жаңағы 92 жылы көшкен кезде газет журналды ала алмадық. Үлкен ол деген бүтін бір қабырғаны алып жатқан нәрсе болады.
90-шы жылдарға дейінгі тігінділері болды барлығын. Қалған кітаптарын әкелдік. Сосын ауылда әкемнен барып мен кітап ұрлаймын. Ол кісі қала келгенде менен ұрлап кетеді екен. Сөйтіп екеуміз бір-бірімізден кітап көріп жүретінбіз. Енді менің кітапханамда біраз дүние бар. Менің кітапханамда қазіргі мынау әр баспаға біздің мемлекеттің осы кітап саясатына біраз үлкен қаржылар бөлді. Бұл яғни мына аударма баспасының ұйымдастырылуы. Бұл да мәдени мұрамен жаңағы бабалар сөзіңіз бар. Бұның барлығы бар менде. Содан кейін Алашқа қатысты көп дүние жинаймын. Әлиханның 7 том, қазір 10 том болып қалды. Қалған томдарын алуым керек. Біздің қазіргі безендіріліп жазушы баспасы жеке бір сериямен шығарған, болмаса жалын баспасы жеке бір сериямен шығарған, болмаса Атамұра қайтадан безендіріп шығарып жатқан барлық классиктеріміздің кітабы бар менде. Қазақ әдебиетінің кешегі 5 ғасыр жырлайттан бергі жыраулардың да қайтадан шығып жатқан 2000 жылдық дала жыры дегеннен бастап бүгінгі тілге қатысты дүниелердің өзінде қазақ әдебиет тілінің 16 томдығы, қазақ сөздігі, әдебиетке қатысты мен енді өзімнің салама байланысты барлық кітаптар бар менде. Қазақтың, басқа қазақтың ақын жазушысы менің үйімнен табылады, кімді іздесеңіз де. Күнделікті өзім жылда көңіл бөледі кітаптарға. Алматыға барғанда Алматының кітап дүкендерін аралаймын. Оған арнайы уақытым жеке қаралған. Мен қазір қайталап бір кітап оқып жатырмын. Мен өзім даланы, түзді жақсы көретін адам. Бұрын бір оқып едім. Мен қасқырдың табиғатын түсінгім келді. Бөрінің. Бұл осы Көкшетауда, Ақмола облысында үлкен басшылық қызмет жасаған мемлекет және қоғам қайраткері Қасым Тәукенов деген ағамыз. Көзі тірі қазір. Аңшы болған бұл кісі. Соның Абай бол Арлан деген кітабы бар. Бұл кісі жазушы емес қой, бірақ мен ұсынар едім осы кітапты оқуға. Қазір осыны қайталап оқып жатырмын, өйткені мен қасқырды білгім келеді. Оның не ойлайтынын, неге ол қайсар, неге оның көзін ашқан бөлтірігі кірпік қақпайды. Қазір оқып жатқаным осы. Енді мен өз тарапымнан айтылатын дүние, өзімнің студенттеріме де айтылатын дүние, бұл қазақ әдебиетінен өзімнің көбінде айтамын. Мен енді батысты, болмаса орыс әдебиетін қатты тәптіштеп оқыдым деп айта алмаймын. Өйткені мен оған аудармамен кірдім, бірақ аударманың тіліне түсінбадым кейбір шығармаларға. Мен мысалға Кеңес Юсупов аударған Маркестің 100 жылдық жалғыздығына өте қатты түсінемін. Өйткені ондай аудармашы қазақты кем деген. Кейбір аудармаларға қатты қарным ашады. Сондықтан мен қазақ әдебиетінің, қазақ прозасының, қазақ поэзиясының кітаптарын айтқым келеді. Бірінші маған қалайда Әбіш Кекілбаев қазіргі көз тірі ғұламамыз, ұлы жазушымыз ғой. Оқу керек өркерді. Оралханды оқу керек. Қауіпті будан деген атау керек неден шықты? Қауіпті будан осы біздің уақыттың азғындауынан, қойыртпақ қоспадан қауіпті будан болып. Оралхан соны жазды. Мұхтар Мағауинді оқу керек міндетті түрде. Болмағанда тазының өлімін білсе бір қазақтың баласы Мұхтардың. Үшеу болды ма айтып жатқан? Тағы бір кітапты өте жақсы түсіндім. Бұл біздің Рамазан Тоқтаровтың Бақытты құлдықтың ақыры деген кітап. Бұл біздің қазіргі тәуелсіз Қазақстан жастары сезінетін
неге осындай жағдайға жеттік дегеннің себеп салдары осы бақытты құлдықтың ақыры деген кітаптың атында да тұр. Осыны оқу керек деп ойлаймын, міндетті түрде. Кешегі кеңестік уақытта неге біз шала қазаққа айналдық? Неге біз дәлдүріштендік? Неге біздің бақыттан басымыз айналды коммунизмнің жолында? Деген дүниені осы бақытты құлдықтың ақыры айтып береді. Екінші, мен өзім Алтайдың тумасымын. Маған міндетті түрде Мағаз Разданұлының Алтайдың ақиықтары деген роман бар. Бұл мынау қазақтың бір пұшпағы Алтайда осындағы тағдырмен, сайқал саясатпен, уақытпен екі-үш мемлекеттің арасындағы ойындармен арпалысып өткен біздің аталарымыздың өмірі суреттеледі. Тілі қандай көркем. Осы Алтайдың ақиықтарын оқу керек. Мен Төлен ағамның психологиялық дүниелерін, адамды өзін-өзі жеңуін, өзін-өзі тәрбиелеуге әкелетін нәрсесі. Бұл Төлен ағаның парасат майданы. Көп жазу міндетті емес, ұзақ үлкен жазу міндетті емес. Мен айтар едім, қазақтың жаны деген тіркес табу бұл үлкен білімділіктің белгісі. Болмаса шын жүрек бір жүрек деген. Бұл Тұрсынжан Шапай. Тұрсынжанды оқу керек. Мен әдебиеттегі кейіпкерінің де, өзін автордың да, өзінің де тарпаңдығын көрдім. Өзінің де асқақтығын көрдім, өзінің де биіктігін көрдім. Бұл адасқақ Асқар Сүлеймен оқу керек. Өйткені қисық қыңыр сөйледі деген нәрсе емес бұл жерде. Бұл уақытқа кереғар келіп қалған таланттың сөзі. Сол уақыты оны түсінбей жатуы мүмкін. Сондықтан осы Асқардың тек адасқақ емес, мен барлық шығармасын оқыса дер едім. Мен егер қазақ бүгінде әр өлеңін тәмсілге айландырса, әр өлеңін афоризмге айландырса, ол кімнің сөзі екенін білмесе де, бірақ сол сөздің өзінің қолданыста бар екенін барлығы айтып бере алады. Бұл қадір, қазақ сөзінің қадірі, қазақ сөзінің қаймағы, қадір. Мырзалиев қадірді оқу керек, егер өз қадірін білгісі келген оқырман болса. Мен пәктікті, бір мөлдірлікті, Қарасу сияқты қысы жазып, бір қалып тағыста, бірақ керемет жылы дүниесі бар. Тұманбай ағамыз, Тұманбай Молдағалиев оқу керек. Қазақ тереңдікті іздесе, қазақ алысқа тамыр тартса, қазақ тамырының сан салалы екендігін сезінетін болса, Жұмекен. Жетер деймін осы дүниелер енді.